25 шығады. 25-тің квадраты 625 шығады. Енді 35-тің квадраты, 45-тің квадратын бәрін тапқан кезде барлығы міндетті түрде 25 сандармен аяқталады. Енді бұл сандар қалай есептейміз? Яғни былай бастар. Натурал сандар тізбегінің реті бойынша бірден кейін, мынадан кейін қандай сан тұрады? Натурал сандар тізбегі бойынша. Яғни 2 тұрады. Дәл осы 2-ні мына 1-мен көбейтіп алдына жазамыз. Міне 25-пен аяқталады, 2-мен 1-ні көбейтеміз, алдына жазамыз. Екінші санды алмасақ, 2-ден кейін қандай натурал сан тұрады? Яғни 3-тегі натурал сан тұрады. 2-мен 3-ті көбейтеміз, 6 шығады. 2-мен 3-ті көбейтсеңіз 6 шығады. Одан кейін 35-тің квадраты. 3-тен кейін қандай натурал сан тұрады? 4-тегі натурал сан тұрады. 3-пен 4-ті көбейтетін болсақ, тең 12 шығады. Осы 12-ні аламыз да, мынаны алдына жазып қоямыз. 12 деген сан шығады. Яғни нәтижесінде 1225. Дәл солай жалғастыра береміз. 45-тің квадраты 25. 4-тен кейін 5 тұрады. 4-тен 5-ті көбейтеміз, 20. 2025. 55-тің квадраты 25 болады. Және одан кейін санаймыз 5-тегі неше тұрады? Натурал сандар тізбегі. Яғни 6 тұрады. 6-мен 5-ті көбейтеміз, 30. Сонда 3025 шығады. 65-тің квадраты тағы да дәл сондай 25. 6-тегі неше тұрады? 7. 6-7 42. 4225. Дәл сонда 75-тің квадраты 75. Одан кейін 7-тегі неше деген сан тұрады? 8 деген сан тұрады. 7-8-ім 56. 5625. Одан кейін 85-тің квадраты 25-пен аяқталады. 8-ден кейін 9 тұрады. 8-9-ым 72. Келесі 9-дан неше тұрады? 10 тұрады. 10-9-ым 90. Ішінде келген біреуін алып тексерейік. Яғни мына санды тексерейік. Араға жазып тексереміз. 45-ті көбейтеміз 45-ге. 5-5-ім 25. 2 сойды 4-5-ім 20. Ойдағының 22. Дәл сондай 4-5-ім 20. 2 сойды 4-4-ім 16. Ойдағымен 18. Қосамыз 5, 2, 0, 2. Екеуін салыстырайық. Бірдей жауап шықты. Тыңдағандарыңызға рахмет.